Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға алғысым шексіз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, ынтымақ, қуаныш, шаттық, табыс бола берсін. Және де Алла баршаларыңыздың дұға тілектеріңізді сондай көркем түрде, ең қайырлы түрде және аз уақытта қабыл етуінде мұқтажбыз. Жалпы бүгін Ережеп айында оразаны қалай ұстау керек? Қанша күн ораза ұстаймыз? Сол жайында айтылатын болады. Алдымен каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басып кетсеңіз өте қуанышты болар едім. Ережеп айы исламдағы қасиетті 4 айдың бірі. Бұлай Алланың айы деп аталады. Бұл айда Исра және Миғраж түні және Рағайып түні бар. Пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, сүннет болып қалған нәпіл ораза ұстауы бар. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, қасиетті айларға көп көңіл бөліп, сахабаларға оларды қалай өткізу керектігі жөнінде айтатын. Сондай-ақ Ережеп айы кіргенде Раббым Ережеп пен Шағбан айларын берекелі ете көр, бізді Рамазанға аман есен жеткізе көр деген дұғамен қасиетті айларды бастайтын. Бір хадисте Алла үшін айлардың жақсысы Ережеп айы. Ережеп Алланың айы, кім оны ұлықтаса, расында Алланың ісін ұлықтаған болады. Кім Алланың ісін ұлықтаған болса, ол нығметтерге толы жәннаттарға кіреді. Оған Алланың разылығы түседі делінген. Сәубән, Алла оған разы болсын, айтты. Пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, екеуміз бірге кетіп бара жатыр едік. Жолымызда хабарлер болатын. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бір кезде хабарлерге қарап, көзіне жас алды. Содан соң маған қарап, ей Сәубән, мына қабірдегі жатқан адамдарды қабір азабынан құтқаруды тілеп, Алла тағаладан дұға еттім. Егер де бұлар Ережеп айында бір күн ораза тұтқан немесе құлшылық етсе, яки осы айда дүниеден өтсе, онда бұларға қабір азабы болмас еді деді. Сонда мен, я Расулалла, Ережеп айының бір күн оразасы қабір азабынан құтылуға каффарат болады ма деп сұрадым. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, әр мұсылман ең болмаса Ережеп айында бір күн нәпіл ораза ұстаса, ғибадат етіп құлшылық жасаса, немесе осы айда бұл дүниеден озса, Алла тағала ол кісінің амал кітабына бір жылғы ғибадаттың сауабын жазар деді. Мұса ибн Имран Әнәс ибн Мәліктің естігенін былай деп баяндайды. Пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, жәннатта бір өзен бар. Ол өзеннің аты Ережеп. Сүттен ақ балдан тәтті. Кімде-кім Ережеп айында бір күн ораза тұтса, Алла тағала ол кісіге сол өзеннен сусындауды нәсіп етеді деп Ережеп айында ораза ұстауға үмметін ынталандырған. Сол мезетте қарт кісі орнынан тұрып, я Алла елшісі, мен Ережеп айының барлығында ораза ұстауға әлсізбін деп сұрағанда оған пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, Ережеп айының басында, ортасында, аяғында ораза ұстасаң, Ережеп айының барлық күндерінде ораза ұстағандай сауапқа ие боласың, өйткені бір жақсылық 10 есеге еселенеді деген. Қорыта айтқанда, барлық мазһабтар, Ахлу сүннет жамағатының ғалымдары бұл айда ораза ұстауға болатынына бір ауыздан келіскен, алайда осы айды ғана оразамен өткізіп, басқа айда ұстамауға болмайды. Бұл айдағы ораза тек нәпіл құлшылық болғандықтан, адам қалағанынша қанша күн ұстағысы келсе, ораза ұстауына немесе ұстамауына еркі бар. Егер қаласаңыз, бұл айдың басым көпшілік күндерін оразамен өткізгеніңіз де дұрыс. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл айда көп ораза ұстаған. Бұл айды барынша нәпіл ғибадаттарды көп жасап, пайдалы өткізіп, тілді зікірден босатпай, дұға етіп, араздасқандар бір-бірімен жарасып, татуласуы керек. Ережепте атқарылатын арнайы ораза, намаз жоқ деп айтады. Қаза оразаларыңыз болған болса, сол оразаның қазасын өтеу, Құран оқуға әрекет жасап, оны түсінуге тырысып, Рамазан айына дайындалу, жаңа ғибадат бастау, ұмыт болғанды жақсы әдеттерді, ғибадаттарды қайта қолға алып, оны жандандыру. Сонымен қатар біздің дін өкілдеріндегі ұстаздарымыз да ескертіп айтып жатыр. Оразаларыңыз Рамазан айында ұстайтын оразаға ұқсап кетпеуі шарт.
Баршаларыңызға ақпарат пайдалы болды деген сенімдемін. Алла тағала әрбіріміздің амалдарымызды қабыл етсін.